Қайырлы күн қыздар, бүгін біз 10 минутта дайын болатын витаминге толы әрі пайдалы салат дайындайтын боламыз. Салатты жасау үшін қызылшаны да сәбізді де пісіріп керек емес, сондықтан тез дайындалады. Бізге керек ингредиенттер қызылша, сәбіз және пияз керек болады. Ең алдымен біз сәбізді күштен өткізіп аламыз. Қызылшаны да дәл солай күштен өткіземіз. Пиязды екі бөлікке бөліп жіңішке етіп тураймыз. Егер сізге пияз ұнамайтын болса, сарымсақ қоссаңыз болады. Барлық ингредиенттерді біріктіреміз. Үстіне жарты ас қасық ұсақ тұз және де менде осындай омеганың приправасы бар, соны қосамыз. Қатты қызып тұрған күнбағыс майын дәмдеуіштердің үстіне құямыз. Алдымен қасықпен, кейін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздерге ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Ақниет, сау болыңыз.